Сәлем жақсыларым, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін жаңа влогта осы ас бөлмесін, ваннаны, туалетті және де осы коридорды жуып тастайын деп жатырмын. Және де көптен бері ойда жүрген мынандай бір мәселе бар тұғын. Жан жақтан ізденіп көргем. Біздің үйдің есіктерінің барлығында осындай салып жатқан кезде мынандай монтажный пена бар ғой. Осындай жағылып қалған. Енді бұл ремонт өзіміздің қолымызбен жасалғаннан кейін ешкімге претензия қойған жоқпыз. Кейін кетіріп алармыз дедік. Сол кейін деген уақыт енді болды ау деймін. Міне көрдіңіздер ме? Жуып жатқанда бәрі менің көзіме көрініп тұрады да, бір жуылмаған есік құсап тұрады үнемі маған. Осы бүкіл есігімізде бар. Сол рабочий момент деп жүре бердік та, енді ес жинап жатырмын деген ба? Еще плюс бүгін мынандай ковриктерді туалеттегі, жерде ваннадағы осындай ковриктерді тазартам. Бұны негізі кірмашинаға салам. Жаңа кухняда плитаның жанында тұратын, төселіп тұратын коврикке обед жасап жатқан кезде байқамай томат шашырап кетті да. Мен соны пятноларын кетірдім. Сосын пятно тиген жерлерге Greenway'дің ақ сабыны бар ғой. Соларды жағып қойдым. Негізі кетті пятносы. Соның барлығын қазір стиральный машинаға салып жуып алатын боламын. Және де үй жағдайында хозяйственное мыло дейді ғой. Сол хозяйственное мыломен өте тиімді ыдыс жууға арналған құрал жасайтын боламыз. Сонымен бөлсем, өте зиянсыз, экологиялық таза дегендей. Көрдіңіздер ме? Мына жердің барлығы осы монтажная пена, соны осы влогта кетіретін боламыз. Әзірге мен осы жаңаға осыны кетіреді ау деген құрал келгенге дейін кішігірім осы жаққа уборкаларымды жасап қоя берем. Менің арнамнан алыстамаңыздар, бірге болыңыздар. Әдетте қандай уборка жасауға кірісіп жатам, соның басында осылай менде үйде қандай техника бар маған көмектесетін, сол техникаларды жұмсап қоюым керек. Өткен жолда ол жөнінде бөлісіп жүргем. Міне тура қазір мен ванна мен туалеттегі ковриктарды кір машинаға салмас бұрын шаң сорғышпен әбден шаңын сүртіп алып, және де осындай қазір трендте жүрген қырғыш бар ғой, сонымен аламында бетіндегі осындай түктеліп қалған шаштар, соның барлығын жинап алып жатырмын, тазартып алам осылай. Содан кейін барып қана саламын. Үйде жаңағындай мен уборканы қай жерден бастайым деп ойланбаймын. Бір шетінен бастай берем. Сосын сол шаруамен қазір ваннадан бастап жаттым. Кір машинаға кір салуға прихожкаға келдім. Кір машинаға кірді салдым. Содан кейін осы жерде қай жерде тұрмын, сол жердегі шаруаны бастай берем осылай бір шетінен. Әйтпесе арнайы анау, арнайы мынау дейтін болса, шаруа көбейіп кететін сияқты. Мына жерде күнделікті далаға киіп шығып жүрген балалардың аяқ киімдерін реттеп қойып жатырмын. Өзім күнде кие бермейтін босоножкемді коробкаға салып қойып жатырмын. Және де осындай кішкентай пакетиктерді аяқ киім салуға, кейде Айханымға сменный аяқ киім салуға апаруға керек болады. Сондықтан да бүктеп, қай жерде керек, қай жерде қолданамыз, қай жерде қажеттілік туындап қалады, сол жерге кәдімгідей бүктеп, тазалап қойып кетемін. Бізде алдында Айханым бассейнге барған болатын, сондықтан да осы жерде 1040 пакет шығып кетті. Өйткені бассейнге барғаннан кейін орамалын бөлек пакетке салып, бассейннің купальник, су болатын киімдерін бөлек пакетке салып, жалпы оның сыртына бөлек пакет беріп деген сияқты солай жағдай туғызған болатын. Және де осы бассейннен келгеннен кейін осылай баланы жаңағыдай киімдерін орынды-орнына салғаннан кейін пакеттер осы жерде қалып қойды. Ол пакетті әрине кім жинайды? Оны Гаухар жинайды. Сондықтан да бір шетінен бастадым, мына уборканы қалғандарын жинап шығып жатырмын. Мынау робот пылесосты көмекші ретінде мен өзіме сатып алған болатынмын. Өткен жол келген күні бір рет қосып көрдік. Ой, Айзия үстіне мініп алғысы келеді, Айсұлтан жол бергісі келмейді. Содан кейін ойладық, осы онлайн закуп жасаған кезде 6 ай бұрын ба, 7 ай бұрын ба тапсырыс бергенмін ғой ол робот пылесосқа. Ол кезде мен мынандай ручной пылесос алам деген ойымда жоқтығын, кейін
Асекең осылай ручной пылесосты алып келіп маған сюрприз жасады ғой. Содан кейін ойладық, енді бір шап-шағын ғана кеңістікке 2 пылесостың керегі қанша деп, енді минимализмге салып, ол пылесосты реті келсе сатып жіберейік деп ойладық. Сол енді ас бөлмесіне келдім. Бұл жерде мен тамақ ішіп болғаннан кейін үстелдің бетін, раковинаны, олардың барлығын реттеп кеткен болатынмын. Енді мен уборка дегеннен кейін шаң сүрту, жаңағыда шаң сүрткен кезде, полды жуған кезде кедергі келтіретін орындықтарды көтеріп қою деген сияқты. Және де бізде жаңа хрущевский холодильниктің да сырты мебель сияқты есікпен қапталған ғой. Балалар үнемі печеньеларын алып, ашып жапқан сайын үгітіп қалдырып кетеді, немесе қолдар кір болса ол міндетті түрде жығады дегендей, соның барлығын төменгі жақты бүгіндікке мына жуып алып жатырмын. Кейде мен өзім осындай уборка жасап жатқан кезде ас бөлмесін пылесостамай бірден жуа кететінмін. Ал бірақ қазір көріп жатырмын, көп крошка түсіп қалғанын, шаң тозаң болып жатқанын, содан кейін пылесостап жатырмын. Сосын неше жерден өзімде кәдімгі өте ыңғайлы, өте керемет жуатын швабра бар болғанмен, осындай кішкентай кеңістіктерді мен болса да плинтустарын жуым керек, болса да басқа шаңдарын сүртуім керек деп қолмен жуып кете берем. Мына Айзия менің жерде осылай су тұрса, міндетті түрде қолын созып, қолын салып, оған салған қолын аузына салып, сөйтіп маған кедергі тудырады. Соны апарып тастап жатырмын. Алдап сулап залға мультиктерін қойып қалдырып кетемін. Кухняны аяқтадым жуып, енді ас бөлмесінен ваннаға келіп жатырмын. Ваннада мен енді сондай әйелдердің қатарынанмын. Таңертең өзім тіс жуып тұрған кезде, бет-қолымды жуып тұрған кезде, бетіме крем жағып тұрған кезде мен раковинаны жуып тастаймын. Сосын айна айғыз-айғыз болып тұрса, мен айнаны сүртіп тастаймын. Содан басталады, өйткені көзіме кремді жаққаннан кейін кішкене сіңсін деп уақыт беремін ғой. Сосын бетіме крем жағу керек болған кезде сол аралықта жаңағындай шаруалардың барлығын жасап тастаймын. Енді уборка жасап жатқан кезде міндетті түрде ваннаны тазартуым керек, себебі бұл жерге мен жаңа ас бөлмесінде тұрған шағын коврикті жуған болатынмын. Аңғарғандарыңызда ешқандай химия қолданбаймын. Мен вообще эко-мамамын, эко-адаммын. Мына жерде жай ғана Greenway компаниясының анандай пайдаланғаннан қалған кусок-кусок сабындар болады ғой. Соны еземде тряпкаға жағып, солармен жуа берем. Ешқандай да дақ қалмайды, тап-таза болып, жаңағында ешқандай да химия болмайды. Мен көп нәрсені жасаған кезде, енді уборка жасап жатқан кезде сан мың флаконды сеуіп жатады, шашып жатады, төгіп жатады. Жоқ, мен ешқандай да ондай химияны қолданбаймын. Мұны енді жайлап, енді за кадром туалетті да жинап алдым. Мен жалғыз ғана химия бар пайдаланатын. Ол туалетті тазартатын средство. Оны раковинаға құйып, әбден туалетті тазартып алам. Бірақ оның барлығын мен кадрдан тыс жасадым. Және де осы жерге, коридорда, біз мынау қара ковриктің үстін күніге неше рет шашылса, неше рет шаң болса, сонша рет тазалап, бетін сүртіп алып отырамыз. Себебі Айзия өзін осы айнаға қарап жақсы көріп тұрады. Қандай киім айырбастайды, немесе жаңағындай осы жерде қандай аяқ киім жатады, соның барлығын аяғына өлшеп, осы жерде отырады, ойыншықтарын әкеп. Сол себепті мен міндетті түрде бұл жердің тазалығын қадағалап отырам күн ұзаққа. Менің қолым тимей жатса, Асекең қадағалайды дегендей. Мұны ковриктер жуылды, оны барып жайып келдім. Жаңа басында айтып кеткен мынандай өзі тұрмыстап, мен тағы да қайталап кетейін, тіпті ыдыс жуатын фейри соларды сатып алмаймын. Мынандай сұйық хозяйственный мыло бар ғой, 72%, соны алам. Және де соның эффектісін күшейтуге арналған осындай средстволарды қосып жатырмын. Өзім средство жасап жатырмын. Оған 2 ас қасық тұз қостым, және 1 шай қасық нан содасын қостым. Бұл жобамен 200 грамм болатын болса, менде хозяйственный мыло. Оның үстіне 100 грамм кәдімгі краннан су қостым. Содан кейін көпіртіп араластырмайсыз, осылай жаңағындай мына шайқап ақырындап араластырасыз. Сол кезде тұз да, жаңағы нан сода да кішкене сіңіп, бұл средствоны өзім күнделікті пайдаланып жүрген осы жердегі ас үйде пайдаланатын дозаторыма құйып қоямын. Содан кейін аңғарсаңыздар, кейін негізі көресіз, егер де осыны жасап көрсеңіздер,
жай ғана майын ғана кетіріп қоя салмайды, кәдімгі бір қалың кірді де кетіреді, жақсы кетіреді. Былай қарасаңыз енді ешқандай да бойында зияны жоқ. Білген адамға негізі ферридің құрамында, сол сияқты биолан сияқты неше түрлі сондай құралдардың құрамында стронций бар. Оның барлығы асқазан жүйесіне жаңағындай қонып, рак клеткаларын оятып жатады. Сондықтан да сондай нәрселерге шама келсе жол бермеуге тырысамын. Осындай енді хозяйственное мыло, сондай химикатқа толы емес. Соны ақырын осылай жасап алып жатырмын. Өткен жолғы влогымда айтқан болатын, жаз мезгілінде мен кабачкиден көп тағамдар дайындаймын деп. Соның ішінде осындай кейде блины жасауым мүмкін, кейде жаңағындай котлеты сияқты қылып жасауым мүмкін, кейде духовкаға дайындауым мүмкін. Сол бүгін енді шабытым ұстап, осылай 2 кабачкиді сыртына әбден жуып алам, сыртын ашымайым. Егер де мынандай пісіп кеткен, қатты қалыңдау болатын болса, әрине сыртын ашуға болады. Ал қазіргі кабачкилардың барлығы жас, сырттары өте жұқа. Жақсылап тұрып гринвейдің салфеткасымен судың астында жуып алғаннан кейін, жай осыны теркадан осылай ұсақ ірі жағымен өткізіп жатырмын терканың. Одан кейін 2 картошка, соны да тазартып, осылай теркадан өткіземін. Одан кейін тұз қосып, кішкене араластырып қоямын. Себебі тұз салғаннан кейін бұлардан кішкене өзінің сөлі бөлінеді. Көп су шығады негізі, сондықтан да кішкене уақыт бөліп, осылай араластырып тұзбен қоя тұру керек. Әбден су бөлінгенге дейін мен жаңа чеснокты, сарымсақты 2 түйір, ол енді көптеу жаңа ересек адамдар жейтін болса, көптеу қосқысы келсе, көбіректеу қоса беруге болады. Мен енді балаларда жесін деген үмітпен жасаймын, бірақ бұны Айсұлтан жеуі мүмкін, ал Айханым, Айзия ауыздарына салмайды. Мына жерде өзімше чеснокты ұсақ жағынан өткіздім ғой терканы, соған қарап жуанды ұсақ жағынан өткізіп көрейін деп ойлап едім. Өтпей қалды, содан кейін қайтадан ірі жағынан өткізіп жатырмын. Мына жерде мына біраз су бөлініп жатыр кабачки мен картошканың. Соны кәдімгі қазақша құрт жасаған құсап, осылай суынан ажыратып сығып алып жатырмын. Міне біраз су шығады, кәдімгідей бір 70% жаңағындай таза өнім болса, бір 30%, 25-30% ол су бөлінеді. Сол су бізге қатты қажет емес. Оны алып тастаймыз да, сығып, кабачки мен картопты осылай алып аламыз. Одан кейін жаңағы теркадан өткізіп қойған жуаны, чеснокты қосып, сосын бөлек 3 жұмыртқа, өзі көресіз көлеміне қарай. Жұмыртқаңыздың көлемі кішкентай болса, онда 4 жұмыртқа қосуға болады. Өйткені сковородкаға салып жатқан кезде кішкене формасын ұстап қалу керек бір жағынан. Сосын менің өзі көп жерде айтам ғой, дәмдеуіштердің ішінен адыгейская сольді пайдаланам деп, сол адыгейская соль қосып жатырмын. Сосын әбден араластырам. Сосын бұл жерде мен енді бірыңғай бұл ПП пайдалы тамақ. Сондықтан да кәдімгі бидай ұны емес, бидай ұнының орнына мына жерде күріш ұнын қосып жатырмын. Сосын укроп, зеленнен укроп қосып жатырмын. Мейлі ол жерге петрушка да қосса болады. Мен өзім үлкен жуа қосқаннан кейін көк жуа қосқан жоқпын. Осы дәмде өте жеткілікті, дәмді болды. Барлығының басын біріктіріп, осылай әбден араластырып аламыз. Сосын кішкене бір 3-4 минут қоя тұру керек, әбден дәмдер бір-бірімен достасып алу керек. Одан кейін әбден ПП болу үшін гхи майына немесе оливковый майды аздап қана құйып, сковородканың түбіне солай да қорып алса болады. Ал мен кәдімгі растительный май құя бердім, өсімдік майын. Сосын екі жағына аударған сайын жаңағыдай сковородканың қақпағын жауып тұрдым. Себебі әбден іші де піскені мен үшін маңызды. Негізі котлетті кішкене қоюлау қылып жасап, ұнын көбіректеу қосып, қолмен формировать етсе де болады. Бірақ маған әбден осылай жасап үйренгенмін, сондықтан да осылай ұнайды. Өте әдемі осындай котлеттер шықты. Айханымды лагерден алуға өзім келіп жатырмын. Бүгін лагердің соңғы күні. Біраз шаруа тындырдым бағанадан бері.
Мен Айханымды главный входта күтіп жүрсем, Айханымдар осы жерде жаңа мероприятие болыпты, лагерьдің жабылуы деп. Сосын осы жақта жүр екен, әлі столовыйда жүр екен. Күтіп тұрмын соны. Қалайсыздар? Так, әкелер күні не ма? Бұл әжептәуір суретті салған ғой. Оны бұл ұйықта қалған кезде сіңілсі шимақтап ұстап. Оны бір нәрсе таңертең өшіріп, әйтеуір. Тамақ шуық негізі, иә? Бұл тамақты солай избирательный. Мен мамамды немесейді, иә? Сендейді, аха. Аха, жақсы, балам, мұғаліммен қоштас. Ал лагерь бітті, енді каникул, аха, жақсы. Аха, сіздерге де, аха. Сау болыңыздар, аха. Айханым екеуміз қайда бардық? Фикс прайсқа бардық. Сабақ біткенде не алдың, Айхони? Ол не? Ол мында ручка сквиш. Опа. А еще ручка. Ручка, ага, молодец. Мамасы да біраз нәрселерді алып керек деген. Айханым антистресс үшін алды ғой мынан. Осы балаларда стресс деген қай жерден айтшы? Ну, если сенде ошибка болса, то осылай болады. Ошибка болған осыларға стресс әкеледі екен ғой миларына. Дұрыс ал. Жақсы антистресс алып алдым, я балам? Иә. Негізі көп басқа нәрселер іздеп келгем. Что-то болмады ғой. Осы біз келетін отдел негізі кішкене ассортиментке кедейлеу. Өткен жолы басқа отделға барып едік. Күшті таптық қой нәрсені. Кстати, мен еще пенал захотела взять. Ну, маған мама разрешать етпеді. Аха, пенал алам дейді. Әлі де күшті ассортименттер келсін, бұл былтырдан қалған деп Айхониға алғызбай қойдым. Я балам? Өйстіп тыңдаған баладан айналып кетесің ғой. 600 теңгенің ручкасын алып келе жатқан баладан, я? И жүрамыз. Уақыт деген шынымен де ең тапшы ресурс, және де шынымен де аяусыз зымырап ағып жатыр. Кеше ғана мына өздеріңіз куә болдыңыздар ғой. Айханымды лагерьге дайындап едім, міне бүгін лагері аяқталып қалды. Бірақ енді маған бәрібір де демалыс жоқ. Айханым суббота-воскресенье өзінің несіне барып тұрады, үйірмелеріне, биден және бейнелеу өнерінен. Одан қалдырмаймын. Ал енді біз Алла қаласа осы Айсұлтанды садикке дайындап жатырмыз. Осындай жазғы уақытты бір жағынан әдейі таңдадым, себебі күзде өзі неше түрлі ОРВ, ОРЗ болып жатады. Бала адаптация өтіп жатқан кезде кішкене хотя бы осы ауа райы осындай қолайлы болып тұрса екен деп Айханым екеуміз қазір Айсұлтаннан сұрап отырмыз. Ол на диванда отыр, садикке дайынсың ба деп. Енді бала қайдан жауап берсін, дайынмын, дайын емеспін деп. Бірақ айтып жатырмыз, сен малышарикеден көріп жүрсің, балалар садикке барады, ол жақта сенің досың болады, подружкаң болады деп түсіндіріп айтып жатырмыз. Соған дайынсың ба десе, я деп ұлым оптимистік нотада дайын отыр екен. Ол да болса маған жақсы, жеңіл. Мен енді күнде осылай кірді өтектей бермеймін. Мен кірлерді осылай өтектеу керек деген кірді барлығын жинап басын қосып үтіктеймін. Пастельді однозначно өтектеймін. Ал жаңағындай күнделікті үйге киетін сондай киімдерді мен өтектемей кие беруге уже үйрендік. 3-ші баладан кейін ондай нәрсе болып тұрады екен. Бұрынғы кездері Айханым ғана бар кезде мен мамам айтатын, осы жаңағындай киімдердің маталарына обал ғой деп, пісіресің де жатасың деп. Ал қазір рахаттанып жүрген шығар киім-кешектің де маталары. Себебі енді қалай болғанда да уақыт жетпейді. Жаңа айтып жатқанымдай, сол біріне қосып, бір ғана уақыт бөлем, осы жарты сағаттың ішінде осы пастельді де балалардың сыртқа киіп жүрген киім-кешектерінде үтіктеп алып жатырмын. Сіздер қалай жасайсыздар? Бөлісе отырыңыздар. Сосын енді болса да менің каналымда менің блогымды көріп отырғаннан кейін менің еңбегімді бағалап, лайк та қойып, сұрақтарыңыз туып жатса комментарийға жазып кетулеріңізді сұраймын, құрметті жақсыларым. Әлі де талай влогтар болады, өте пайдалы. Жақын арада енді жаз болғаннан кейін әр мезгілдің өзінің күшті науқандары болады, заготовкаларға кірісетін боламыз. Бүгінгі влогымда мен жаңағы бір құралды іздегенбіз, соны таппай қалдық.
сол құралмен осы барлық есіктердегі монтажный пенадан қалып қойған дүниелерді кетірейін деп ойлап едім. Оған енді жоққа жүйрік жеткен ба дейді, басқа жерлерден қарастырып көреміз. Міндетті түрде ондай лайфхакпен, құпиямен бөлісетін боламын алдағы видеоларда. Және де енді алдағы видеоларда осы жазғы кезде қатыратын жеміс-жидектерді қандай тәртіппен қатыратынымды барлығымен бөлісетін боламын. Сондықтан да міндетті түрде менің каналыма жазылып қойыңыздар. Енді жаңағындай үйде ысып кетеді. Осындай уақытта кір өтек десең, осы отырған кезде мен емес, осыны өтектеп тұрған айдалада тұрып Айханым ыстықтап отыр. Мама, үй ысып кетті деп. Енді не істейсің деймін, үй ысып кетті екен деп, қыртыс киімге жатасың, постельге жатасың ба деп. Оған өзі айтады, жоқ, мен қыртыс постельге жатқым келмейді деп. Сондықтан да бір деңені жасау үшін ортасында бір деңені құрбан шалу керек деп, осы отырғанда мен балаларыма сондай кәдімгі ересек адамдармен сөйлескендей бар әңгімені айтып, солай түсіндіріп отырамын. Сосын қазір аңғарам, сол көп нәрсе Айханымның құлағында жүреді уже. Кейде бір сұрап жатсаң, сол кезде сен маған түсіндіріп айтқансың деп. Сондықтан да үйде жүргенде әр уақыт өзі айтады ғой, баланың тәрбиесімен арнайы уақыт жоқ айналысатын. Осының бәрін пайда қылу керек. Не істеп жатсыңдар, балапандар? Істеп жатырмыз печенье. И Жансу, печенье. Ух ты, мощный, да? Мощный. Давай, дұрыстап бас еще. Балам, тұра тұр, мынаны форманы өстіп нужно давить, басу керек, хорошо? Вау, какая классненькая звездочка. Давай, еще істе. Осындай қылып аяқ астынан балалармен бірге күшті қылып песочный печенье жасап жатырмыз. Готово? Молодец! Ты супер, бачам. Мына, дұрыстап. У меня тоже готово. Пока мынандай ойылып түскенге шейін істеңдер, хорошо? Хорошо. Екеуі таласып тармасып, бір кісіде. Не істеп жатсың, Айзекош, сен? Мынада кішкене шеттері ерек. А сам можно попробовать? Сен бәрін пробовать ете бересің ба, балам? Тұрақты бір нәрсемен істесе, Айсұлтан не нәрсе қолына ұстайды, Айханым соған нете береді. Давай, сердечкаларды істе. Сердечко өте аз, Айхони нәрде. И круг. Ага, давай круг. Айсұлтан молодец, бұрқыратып тастады кругтарды. Мынаны олай вот так делать нельзя, а то видишь, бүкіл испортится. Оны осылай істеу керек, Айсұнтай. Мына. Все. Нужно вот так вытащить, видишь, мына? Тогда мына формасын бәрі қалады. Үстіп бәріміз кешкі ас бізде дайын. Бүгін күндіз больницада жатқан туысымызға тамақ апарып, кешкі ас мантымыз дайын тұр. Енді шайға кіштіғып не істеп жатырмыз? Печенье. Ал барлығын осылай бір подносқа сыйдырдық. Әр түрлі қылып жасап. Әрілеріне осылай кунжут сеуіп қойдым. Ұсақтарын балалар өздері жесін деп. Піскеннен кейін дәмін айтатын боламыз, нәтижесімен бөлісеміз. Шайым қайнады. Мына 20 минутта печенье пісті. Ыстық печенье. Мені бөліп ішін көріп жатырмын. Күшті печенье балалармен бірге дайындауға кеңес берем. Айсұлтан папасы келгенше печенье жасап көмектесті. Сосын папасы келісімен хотя бы жарты сағат болса да далаға шығып келуге кетті. Мынау менде бір мол салатница ғой, сол мол салатницам толды ғой мына. Сол Айзия Айханыммен карандашқа таласып жүр. Мынау мантым дайын болды. Мына жерде де кеше пісіріп қойдым котлеты, олдын да ыстып қойдым. Кім не жейді, соны жейді. Сол бүгін бізде сондай дайын кешкі ас болып жатыр. Кеше осы кешкі асты дайындап жатқан процесті түсірем деп ұмытып кетіппін. Бәрін болғаннан кейін, осылай салып қойғаннан кейін ойбу деп жатырмын. Бірақ осылай сіздердің алдарыңызда көздеріңізді қуантып, идея болып тұра берсін деп қойып жатырмын. Влогымды аяғына дейін көргендерің үшін сіздерге рахмет. Сау болыңыздар.